Qaniki baqalar, qalaysiңдар? Qaniki birinchi, ең алдымен bir-birмен amandasып алайық, ya? Саламатсыздар. Саламатсыздар ма? Көңіл күйлерің жақсы ма, балалар? Ендеше шаттық шеңберімізді орындайық, ya? Күнім күліп арайлы. Тереземнен қарайды. Достар мен шеңберге. Тұрғанымды қалайды. Қайырлы таң достарым. Қайырлы таң ұстаздар. Жарайсыңдар балалар, сіздерге рахмет. Қанекей орындарыңа отыра қойыңдар. Балалар, көңіл күйлері жақсы ма? Ендеше бүгінгі оқу қызметімізді бастайық, ya? Қанекей балалар, айтыңдаршы, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілі жатасың. Көктем мезгілінде неше ай бар? 3 ай бар. Көктем мезгілінде 3 ай бар. Бұл 3 айды кім атап береді маған? Мен. Айта ғой. Наурыз. Өте жақсы, дұрыс. Қандай айлар екен балалар? Наурыз, сәуір, мамыр. Көктемнің айлары осы екен. Көктем мезгілінде балалар, ауа райы қандай болады? Салқын. Иә, салқын, басқа салқын болады. Жаңбыр жауады. Қыс емес балалар. Көктем мезгілінде күн жылына бастайды, солай ма? Қарлар керісінше ери бастайды, ya? Күн жылына бастайды. Жауын-шашын көп болады екен. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Балалар, менің сендерге жұмбағым бар. Қанекей, жұмбаққа жауап берейікші. Мұқият тыңдаңдар, жақсы ма? Мұқият тыңдаймыз. Ұшады қанатсыз, зырлайды аяқсыз. Бұл не деп ойлайсыңдар? Зымыран, өте жақсы, дұрыс айтасың, Ясмина. Ендеше келесі жұмбақта тыңдаймыз. Ұшқыш емес, бірақ ол аспанда қалықтап ұшады. Оны кім деп ойлайсыңдар? Сол зымыранды басқаратын кім? Адам. Ол адамды қалай айтамыз біз? Иә, ол кім? Ғарышкер. Дұрыс, Қанекей, ғарышкер. Иә, яғни ұшқыш емес, бірақ ұшатын, аспанда қалықтайтын бұл ғарышкер екен. Өте жақсы, дұрыс. Жақсы қоя ғой орнына. Балалар, сіздер ғарыш туралы не білесіңдер? Зымыран. Иә, ғарышқа зымыранмен аттанады. Тағы басқа не білесіңдер? Тамақтар, иә, ғарышқа тамақтар жейді, дұрыс айтасың, ол ғарышкерге қажетті құралдар, иә? Ендеше балалар, біз ғарыш туралы білу үшін мұқият теледидарға назар аударайық, бір бейнежазбаны тамашалайық. Балалар, Қанекей бейнежазбаға мұқият назар аударайық, жақсы ма? Ғарышта адамдар өмір сүріп дамайды. Онда өте ыстық немесе өте суық болады. Адамдардың тіршілік етуіне қажетті су, жылу, жарық, тіпті ауа да жоқ. Ал ғарыш кемесінің ішінде адамдардың жердегідей өмір сүруіне барлық жағдай жасалған. Алайда онда кез келген уақытта ақау пайда болуы немесе күтпеген апаттық жағдай орын алуы мүмкін. Мұндай кезде скафандрдың ішінде ауаның мол қоры бар. Ол ғарышкерді ыстықтан, суықтан және шұғыл өзгерістерден қорғайды. Онымен тіпті ашық ғарышқа шығуға болады. Ал ғарышкер кемеден тым алыстап кетсе, жолдастарымен кез келген уақытта радио байланыс арқылы хабарласа алады. Ғарыштық зымырандарда өзгеше қозғалтқыш болады.
Ол 3 бірдей баспалдақтардан тұрады. Әр баспалдақта қозғалтқыш пен отын бактері бар. Бірінші болып қосылатын және жұмыс жасай бастайтын ең төменгі баспалдақ. Соның көмегімен зымыран жоғарыға көтеріледі. Ұшар алдында зымыран бактеріне толтырылған жанармай тұтандырылады. Ол жанып газға айналады. Жоғары қысымның әсерімен газ зымыранды итеріп аспанға шығарады. Отын жанып бітіп бак босаған уақытта төменгі баспалдақ істен шығады да екінші баспалдақ жұмыс істей бастайды. Дәл осы кезде зымыран жылдамдық жинап, өте қатты ұшады. Отын біткен кезде екінші баспалдақ босайды да ең соңғы үшінші баспалдақ қосылады. Осы сәт бірінші ғарыштық жылдамдық қосылып, кеме ашық кеңістікке шығады. Балалар, ғарыш туралы видеоны көріп пе? Иә, жақсы жарайсыңдар. Енді балалар, қалай ойлайсыңдар? Адамдар ғарышқа не үшін барады, не үшін ұшады? Қатты ұшады. Қатты ұшады. Не үшін деп ойлайсың? Себебі біз жер ғаламшарында тұрамыз, иә? Біз жерде тұрамыз. Ал біздің Қазақта тұрамыз. Иә, жер ғаламшарында Қазақстан елінде тұрамыз, иә? Ал біздің ағаларымыз, үлкен әпкелеріміз ғарышқа ұшып, онда не зерттейді деп ойлайсыңдар? Менің ағам. Иә, ол жерде біздің ағаларымыз, үлкен ағаларымыз, ол жердегі өмір сүру заңдылықтарын, ол жерде адам өмір сүре ала ма, жануарлар ше, ол жердегі тағамдар түрі қандай, сол зерттеу үшін ғарышқа жолға шығады екен. Ендеше мені мұқият тыңдаймыз. Мінекей біздің Қазақстанда жаңа Ясмин айтып өткендей, біз Қазақстанда тұрамыз, иә балалар? Ал осы Қазақстанда бізде ғарышқа ұшқан ғарышкерлер бар екен. Қанекей, бірінші осы кісілермен танысайық, иә? Қанекей, міне бірінші тұрған бізде Тоқтар Әубәкіров. Бұл тұңғыш рет қазақ ғарышкері, ғарышты меңгерген, игерген қазақ ғарышкері болып табылады. Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы ғарышқа жолға шыққан. Алар Тоқтар Әубәкіров ғарышта 7 күн өткізген екен. Айдын Айымбетов қазақ ғарышкері бұл ғарышқа 2015 жылы ұшқан екен. Сондай-ақ біздің үшінші қазақтың тұңғыш ғарышкерлерінің қатарында Талғат Мұсабаев бар екен. Ол 1994 жылы ғарышты игерген қазақ ғарышкері екен балалар. Қараңдар, мына жерде кімді танып тұрсыңдар? Бұл жерде біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың суреті, яғни осы 3 қазақ ғарышкермен бірге түскен суреті бар екен. Түсінікті ме балалар? Иә. Енді сөздік жұмыспен танысайық. Ғарыш. Қайталайық қанекеймен бірге. Ғарыш. Ғарыш бұл балалар. Аспан әлемі. Қанекей қайталайықшы. Ғарыш. Ғарыш аспан әлемі. Иә, аспан әлемі. Ғаламшар. Қайтайық. Ғаламшар. Ғаламшар дегеніміз балалар, күнді айналатын, күннен жарық пен жылуды алатын үлкен аспан денелері. Қанекей айтайықшы. Ғаламшар. Жарайсыздар. Келесі сөзіміз біздің ғарышкер. Ғарышкер деген кім дедік бала жаңа? Ғарышқа ұшатын адам, иә? Зымыран арқылы ғарышқа ұшатын адамды біз ғарышкер дейді екенбіз. Қанекей, енді біз бүгін немен танысып бастадық? Бүгін біз ғарыш әлемімен танысып бастадық. Ғарыш әлемінде міне көптеген аспан денелері бар екен. Ол жерге немен ұшамыз? Зымыранмен ұшамыз. Өте жақсы. Мінекей бір жаңа алғаш танысып өткен қазақтың тұңғыш ғарышкерлері. Осы ғарышкер ағаларымыз ғарышқа ұшып, одағы ол жердегі мінекей бала жаңа өздерін көргендей, ең алғашқы қазақтың тұңғыш ғарышкерлері. Бұл кісілер міне артында отырған, біз міне жер ғаламшарында тұрсақ, осы жер ғаламшарынан ғарышқа зымыран арқылы ұшып, ол жердегі тіршілікті зерттеген екен. Мінекей,
қалың сол ғарышқа арналған киімді киген. Бұл киімнің аты скафандр. Скафандр. Иә, бұл киімнің аты скафандр. Енді балалар, ғарышқа барған кезде біздің ғарышкер ағаларымызға не қажет екенін танысып болайық. Мінекей, ғарышкер болу үшін, ғарышқа ұшу үшін не қажет екенін бірге көрейік. Ең алдымен, міне, бізден сұрап тұр. Ғарышкердің киімі, көлігі, айлағы және де тамағын тауып айтып көріңдер деді. Сендердің алдарында балалар, мінекей, сендердің алдарында дәл осы ғарышкердің қажетті заттарының суреті бар. Сендер осы қажетті заттарын өздерің тауып орналастырыңдар. Мінекей, ғарышкердің қайсы киімі қайсы? Ғарышкердің киімі, ғарышкердің айлағы. Иә. Мінекей. Қараңдар міне, бірінші ғарышкердің тамағы. Дұрыс, мынау не қолындағы? Ясмина? Тамақ нені суреті тұр? Қараш, тамақтың қасында нені суреті тұр? Нан. Нанның суреті тұр, яғни ол ғарышта не жейді екен? Нан жейді екен, иә? Сосын оның не суреті тұр? Қара? Иә, шырын менен алма, яғни жеміс-жидектер мен шырын ішеді екен. Содан кейін мынау менен алма. Бұл не? Менен алма. Ет. Иә, яғни ғарышта біздің ағаларымыз нан, шырын, жеміс-жидектер және де етті жейді екен, иә? Тағы орналастыра беріңдер, көрейік. Мінекей. Ғарышкердің киімі скафандр. Айташ қанекей. Мінекей, дұрыс орналастырыпты. Ясмина, бұл ғарышкердің киімі, иә? Үстіне киіп тұр, мінекей. Ғарышқа барған кезде ол кісіге не қатты суық, не қатты ыстық болмас үшін арнайы ғарыш үшін тігілген киімді киеді екен. Мінекей. Бұл скафандр. Айта ғой. Скафандр, иә. Бұл не? Ғарышкердің көлігі ол зымыран. Өте жақсы оқитасың, зымыран. Ғарышкердің көлігі зымыран. Ал мынау балалар, қараңдаршы. Бұл байқоңыр дейді. Мінекей. Ғарышкердің айлағы, яғни Қазақстан бойынша ғарышқа ұшатын орын ол бізде Байқоңыр. Біз Байқоңыр арқылы ғарышты игереді екенбіз. Жарайсыздар, өте жақсы орналастырдыңдар. Қанекей, Ясмина, дұрыс, иә? Байқоңыр, ғарышкердің айлағы Байқоңыр, ал киімі скафандр. Өте жақсы. Айтасыз, қанекей балалар? Скафандр. Өте жақсы орындадыңдар. Қанекей, енді тақтада бір қайталап жіберейік балалар. Ғарышкердің тамақтары. Нан, не өмір тұрдағы? Ет, сок пенен, сосын алма, иә, жеміс-жидектер. Ал ғарышкердің киімі ол скафандр. Ғарышкердің айлағы бұл Байқоңыр. Ал ғарышкердің ғарышты игеретін көлігінің аты зымыран. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Балалар, біз бүгін ғарыш әлемімен таныстық. Бірге осы ғарыш әлемі туралы танысуды жалғастырайық. Маған қараймыз, Айнира? Маған қарап отыра ғой, балам. Енді менімен бірге тақпақты қайталайық, иә? Ғарышкерлер туралы бір тақпақты жаттаймыз. Ғалым болам десеңіз, айтыңдар, ғалым болам десеңіз, білімді жина басынан. Ғарышқа ұшам десеңіз, шынықтыр денені жасыңнан. Яғни балалар, біз ғарышкер болуымыз үшін, ғарышқа ұшуымыз үшін денеміз шынығы өте жақсы болу керек екен, иә? Ендеше қанекей, сол үшін орнымыздан тұрып, секірісетін орында. Қанекей, орындарынан тұрыңдар. Менімен бірге қайталаймыз. Қане балалар тұрамыз, бойымызды жазамыз. Балықтарға ұқсап біз жүзіп
maqsad biz жүзіп аламыз. Өте жақсы сынып қалдыңдар ма балалар? Қайнекей орындарыңа отыра қойыңдар ендеше. Балалар, қайнекей менімен бірге қайталайық. Бұл сөздерді біз білуіміз керек, иә? Ғарыш, космос. Орысшасы, яғни космос, иә? Ғарышкер, космонавт. Дұрыс, космонавт. Ғаламшар, планета. Өте жақсы. Қайнекей балалар, өзімізге бір қошеметтеп жіберейік. Өте жақсы. Планета, иә? Енді сендерге балалар соңғы тапсырма алдарыңызда біздің ғарыш әлеміндегі аспан денелері берген. Аспан денелері дегеніміз әртүрлі күннің айналасында жүретін ғаламшарлар, иә? Осы біз ғаламшарларды орналастыруымыз керек. Ең алдымен бұл ғаламшармен танысып алайық, қандай ғаламшарлар бар екен? Күннің ең үлкені, міне мынау ең үлкені бұл өзі күннің өзі. Айда, күн, Юпитер, Плутон, Уран, Марс, Меркурий, Сатурн, Нептун, Шолпан, Жер. Балалар, міне мыналар ғаламшарлар. Жаңа айттық қой, ғаламшар дегеніміз міне күннің айналасында, міне мынау күннің айналасында айналып жүретін аспан денелері, иә? Санайық қайнекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ғаламшар балалар күннің айналасында айналып жүреді екен. Қайнекей, иә, күн сары әрі ыстық болады, иә? Қайнекей, бірінші тапсырмамызды орындау үшін ақ беттерімізге қараймыз. Тапсырма парақшасына қараймыз. Қасымызға қоямыз. Қасымға қойып, ал бірінші, ал. Ғаламшарлардың суреттерін қасымызға аламыз. Мінекей, орналастырамыз. Балалар, қараңдар, күн қай жерде қандай ғаламшар бар екен, сендер дұрыстауы керексіңдер. Олардың ерекшеліктері бар. Кейбіреулері сақиналы, кейбіреулері кедір-бұдыр. Түстеріне қарай ерекшеліктер бар. Соларды сендер ажыратып, дұрыс орналастыра алуларың қажет. Иә, міне осы жерді осының міне. Мына жерге көрініп тұр екен, ғарыш әлеміндегі ғаламшарларды дәл осылай орналастырамыз. Көкті, иә, дұрыс, соған істейсің. Қара, мына үлкендеу, міне мына жерге келеді. Иә, ол кішкентай. Иә, қарай, суреттеріне қараңдар, міне мысалға. Мені үстіндегі суреттерді қара, қай салынып тұр. Иә, міне үстіндегі суреттеріне қараңдар, мінекей. Үстінде көктің үстінде қандай сурет бар. Ғаламшарларды орналастырамыз. Ең алдымен күн жүйесін дұрыс орналастырғансыңдар, жарайсыңдар. Мына топта барлық ғаламшарларды дұрыс орналастырыпты. Жарайсыңдар балалар. Яғни ғаламшар дегеніміз күнді айналып жүретін аспан денелері екен, иә? Қанекей, орнымыздан тұрайық. Балалар, маған қараңдаршы. Бүгін біз қандай оқу қызметін өттік? Ғарышкер.
Айдын Айымбетов және де Талғат Мұсабаев мінекей. Біздің қазақ ғарышкерлері. Ғарышқа бала біз зымыранмен ұшқан екенбіз, иә? Арнайы киімді киеміз. Ол үшін бұл киімнің аты скафандр деп аталады. Қанекей, енді біз барлығымыз Байқоңырға саяхат атты әнімізді орындайық. Бүгін біз осы ғарышкерлермен толықтай таныса білдік, иә? Сендерге оқу қызметі ұнады ма? Балалар, маған да өте ұнады. Сендер өте тапқыр, ақылды балалар екенсіңдер. Сендерге алғысым шексіз. Рахмет. Сау болыңдар, қанекей, қадаммен қоштасайық. Сау болыңдар.